Галымжан Молданазар жаңа стилде, жаңа образда бағын сынап көрмек. Үнемі қара түсті киім киіп, көзілдірік тағуды әдетке айналдырған әнші енді жаңа бейнебаянда жаңаша кейіпте болмақ. Тіпті ол үшін өзіне ерекшелік беретін сақалын да алып тастауға келіскен. Клиптің оқиғасы бар, образдар өте көп, неше түрлі, әр түрлі жаңағы ашық, неше түрлі түсте. Бұрын соңды мен өзім әрдайым қара киім киіп жүрем. Маған қазір шынымды айтсам жаңа дүние. Одан кейін міне өздеріңіз көріп тұрғандай сақалымды алдырдым, қырып тастадым. Және осы бейнебаянда менің шашым ұзын болады. Өзінің жаны сүйетін синтепоп жанрын Modern Talking тобынан бастадым деген әнші дәл осы топқа пародия жасағысы келіпті. Аталмыш топтың солисі Томас Андерсонның образын сомдайтын Галымжан Молданазар болмасаң да ұқсап бақтың кейпін кешіп жүр. Бастапқы менің ойым Modern Talkingге пародия жасау болған. Тура сондай ән жазып, тура сондай клип түсірем деп. Сөйтіп Малик Зеңгірге ұсыныс жасағам, осылай түсірсек. Малик сөйтіп өлеңді алып кетті де, одан кейін мынандай үлкен сценарий жазып алып келді. Ол жерде уақиғасымен, бәрімен, бірақ біздің образдарымыз Modern Talkingге ұқсас. Әнші әрі композитор Галымжан Молданазардың соңғы әні есіңізде ме? Әрине, әншінің жаңа әндері жазылып ақ жатыр. Алайда неге жарыққа шығармай жүр? Бұл туралы әншінің өзі айтсын. Биыл өте көп концерт болды. Соның себептерімен енді осы жобаның жалпы Молданазар тобының продюсері де, солисті де, композиторы де өзім болғаннан кейін жаңа әндерді шығаруға уақытымыз болған жоқ. Жаңа әндеріміз өте көп жазып қойған. Жалпы ендігі мақсатым осы жаңа жылдан кейін, жаңа жылдың басында кішкене үзіл салып, концерттерден тоқтатып, осы 2-3 альбомды бірінен соң бірін шығару. Қазірше мен жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа образдағы комедиялық бағыттағы бейнебаян желтоқсан айында жарыққа шығады деп жоспарланған. Сосын әнші өзі уәде еткендей жаңа альбомдарымен қуантады деп сенеміз. Еліміздің ең ірі апорт молында жеңілдіктер күні өтті. Алматы тұрғындары мен қала қонақтары қуана күткен бұл күнде апорт молында келушілер санында шек болмай, ине шаншыр орын болған жоқ. Жеңілдіктер күніне орай арнайы мерекелік шаралар да ұйымдастырылды. Әннен шашу шашылып, келушілер керемет бидің де куәсі болды. Сондай-ақ танымал вайнерлер Юфрейм, Джека, Нагимуша және продюсер Құралай Анарбекова қонақтардың қызықты сұрақтарына жауап беріп, бірге естелік суреттерге түсті. Бүгін апорт кешінде осындай бір кереметтер жеңілдіктер болып жатыр. Мен білем, әрқашан апортқа келген сайын осындай позитивті кештер өте көп болады. Соған келіп, халықтың көңілін көтеріп, әнімді сыйлап, бірақ апорттың халқына өте ризамын. Бүгінгі күндер жеңіл болсын, жеңілдіктері көп болсын апорттың. Апорт молында ұйымдастырылған жеңілдіктер күнінде Алматы тұрғындары мен қала қонақтары небәрі 15 мың теңгеге немесе одан да жоғары сомаға сауда жасап, толтырылған талондар арқылы ұтыс ойынына қатысты. Бұл жолы ұтысқа техникалық бұйымдар, атап айтқанда үтік, шаңсорғыш, теледидар, кір жуатын машина мен холодильник өз иелерін тапты. Мен апорт молдан 50 мың теңгеге сауда жасадым. Көп рахмет, үлкен сыйлықты ұтып алдық. Холодильник. Мен бүгін осындай апорт мол сауда үйіне келіп, Кария бутигіне келіп, 37 мыңға сауда жасап, бүгінгі міне стиральный машина сыйлығын ұтып алдым. Бәріңізге рахмет, бәріңізге сәттілік тілеймін. 60 тысяч. Мен апорт молдан сауда жасап, бүгін міне теледидар ұтып алдым. Өте қуаныштымын. Көп рахмет. 20 мыңға сауда жасадым, микроволновый пеш ұттым. Қуаныштымын. Рахмет. 25 мыңнан астам сомаға сауда жасап, пылесос ұтып алдым. Алматы жұртшылығы үшін естен кетпес кеш пен тамаша жеңілдіктер күнін жасаған апорт молында алдағы уақытта да жеңілдіктері бар күн мен түн ұйымдастырылатын болады. Еліміздің ең ірі апорт молының жаңалықтарын қарай жүріңіз. Келесі ұтыс иесі сіз болуыңыз әбден мүмкін. Апорт молы сіздерді күтеді.